Сәлеметсіздер ме балалар? 53-ші сабақ К дыбысымен, әріпімен танысатын боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, лайк басып отырыңдар. К дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Бірге қайталаймыз. К. Енді К әріпін асықтардан жасап көрсет. Балалар, К әріпін қолымыздағы қарындаштарымызбен жасап көруге де болады. Сонымен жасап көреміз. Келесі суретке назар аударайық. Кеме. Анау кеме. Ол суда тұр. Кеме үлкен. Айдын кемемен қыдыруды армандайды. Оны алыс аралдар қызықтырады. Деген мәтін құрасақ болады екен, суретке қарап. Бұл жерде бізде К әріпі кеме деген сөзде кездесіп тұр екен. Одан кейін балалар, ортада бізде қарамен жазылған К әріпінен басталатын және ортасында, соңында К әріпімен аяқталатын сөздер берілген екен. Сол сөздерді тұтастай және буынға бөліп оқимыз. Келесі тапсырма бізде ребус берілген. Балалар, бірінші суретте кесе деген сөздің артқы екі әріпін алып тастаймыз. Және оған өрік сөзінің бірінші әріпін алып тастап, рік, яғни рік деген сөз шығады екен. Сонымен керік сөзін буынға бөлейік. Керік сөзі екі буынды сөз екен балалар.